Жеке құрам сапқа тұрып, жауынгерлікті ортаға шығарылды. Салтанатты шараға әуе қорғанысы күштері мен әскери әуе күштерінің басшылығы, гарнизон бөлімдерінің командирлері, ардагерлер, әскери қызметшілер мен олардың туыстары қатысты. Мерекеде үздік әскери қызметшілерге әскери шен, атақ беріліп, құрмет грамоталары, алғыс хат табысталды. 75 жылда әскери бөлім небір үлкен жетістіктерге, жеңістерге жетті. О 51 жылдан бері қарай талай мықты әскери ұшақтарды игерді. Қазір өздеріңіз көріп отырсыздар, өзіміздің заманымызға сәйкес Су 32 ұшағында басқарып отыр осы ұшқыштар. Осыны көріп бәріміз мақтаныш сезімі жүрегімізде пайда болып отыр. Айтулы күнге орай авиациялық техника көрмесі де ұйымдастырылды. Келушілер қару-жарақ үлгілерімен танысты. Сонымен қатар әскери қызметшілер мен ардагерлер Абай саябағындағы ескерткішке гүл шоқтарын қойып, отан қорғау жолында ерлік көрсеткен әскери ұшқыштарды үнсіздікпен еске алды. Біздің осы 55-652 әскери бөлімі тек қана оңтүстік жағын, Қазақстан мемлекетінің оңтүстік жақтарын ғана емес, жалпы Қазақстан шекарасын, Қазақстан тәуелсіздігін қорғап жүрген азаматтардың бірі. Бүгінгі осы іс-шараларды пайдаланып отырып, 55-652 әскери бөлім жеке құрамына денсаулық тілегім келеді. Әскери бөлім жоғарыдан көріне берсін. 75 жылдыққа арналған мерекелік бағдарлама Түркістан сарайында концерттік бағдарламамен түйінделді. Онда әскери авиацияның дамуына елеулі үлес қосқан ардагерлерге, әуе кеңістігі қауіпсіздігін қамтамасыз етіп жүрген әскери қызметшілерге құрмет көрсетілді. Айта кетейік, өткен ғасырдың 50-ші жылдары құрылған авиациялық база бүгінде Қазақстан Республикасы қарулы күштері, әуе қорғанысы күштерінің негізгі авиациялық құрамаларының бірі. Еліміздің оңтүстік өңірінің әуе кеңістігін қорғау міндетін абыроймен атқарып келеді.